болыңыздар, сіздермен бірге кезет арнасы. Мен сіздерге бүгін бастық пен хатшы қыздың басынан өткен қызықты оқиғасы жайлы айтып беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ал енді біз видеомызды бастаймыз. Әлбек есімді 45 жасар кісінің қол астында 20-ға жуық жұмысшысы болады. Оның компаниясы қала бойынша ең табысты компаниялардың бірі болатын. Әлбектің жасы 45-те болғанмен әйелінен ажырасып, жеңіл жүрісті қыздарға көп баратын. Әлбек бір күні жұмысқа келсе, оның Дария есімді хатшысы өте әдемі көйлекпен жұмыста красавица болып отырады. Дарияға бастығы Әлбектің көзі дереу түседі де, жиналыстан соң Дарияны кабинетке шақырып, екеуі оңаша сөйлеседі. Әлбек енді хатшысын төсекке тарту мақсатында Дарияны еркелетіп, жұмыстан соң екеуі қымбат ресторанға тамақтануға барады. Сөйтіп артынша Әлбек Дарияға қымбат дүкеннен қымбат сөмке сыйлайды. Енді өздеріңіз білгендей Дарияның басын айналдыру мақсатында болады. Бұндай сыйлық алған Дарияның қуанышында шек жоқ болып, ең бақытты адам сол болады. Енді жайлап Дарияда бастығы Әлбекке симпатиясы пайда бола бастайды. Әлбек кешкісін Дарияны компания жұмысын талқылау мақсатында өзінің үйіне шақырады. Бұл кезекте Әлбектің жаман ойын асырудың жолы болатын. Әлбек дереу үйіне барып, Дария үшін романтикалық дастархан жайған болады. Сөйтіп Әлбектің үйіне Дария келіп, екеуі компания жұмысын талқылайды. Әлбек Дарияны өзінің жайған дастарханына шақырып, екеуі дастархан басында жақсы әңгімелесіп, жақсы шай ішеді. Артынша Әлбек хатшысы Дарияға сыпайы түрде менімен бірге бір төсекте болуға қалай қарайсың дейді. Дария болса бүгінгі қымбат сыйлықтан, қымбат рестораннан кейін бастығына жоқ деп айтудан ұялып, әрең дегенде келіседі. Сөйтіп жоспарын іске асырған Әлбек хатшысы Дариямен қалағанын жасап, екеуі сол түні 4-5 сағат тоқтамай төсекте рахаттанады. Келесі күні Әлбек ойлана келе хатшысы Дарияға үйленуге ұсыныс жасайды. Дария да енді кешегі күннен кейін бастығының етегіне жармасып, оған күйеуге тиіп алады. Солайша арада уақыт өтіп, Әлбек пен Дарияның балалары көбейіп, екеуі бақытты ғұмыр кешеді. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Атабек KZ арнасы. Қош сау болыңыздар.